Ханым, тұрамыз. Менің есімім Самал, көп балалы анамын, 4 балам бар. Жасым 35-те, кәсіпкермін, яғни шағын өзімнің кәсібім бар. Аспазбын, банкетный повар есебінде есептеледі, енді банкетный аспаз есебінде. Енді отбасыға қатысты болса, балаларымның жақсы білім алғанын қалаймын, әрине. Қазір сол осы жұмыс барысында мен жолдасым екеуміз бірге сол мақсатқа жайменде келіп жатырмыз. Өйткені біз оларды қосымша сабақтарға береміз, мектептен бөлеге. Одан кейін өзінің жақсы көретін, сүйіп көретін кружоктар дейді ғой. Яғни сондай нелерге де қосымша сабақтарға беріп жатамыз. Үшеу бірінші ең кішкентай ғана балабақшаға барады, әрине кішкентай болғаннан кейін жасы 2 жарымда, 3-ке толамыз бұйырса. Ал қалған қыздарым, 3 қызым, олар біреуі қышпен жасайды ғой, соған жазылып қойдық. Бұйырса ол мектепте, кстати, ол тегін бізде. Мектептің ішінде де осы биыл байқадым. Ол мүмкін енді ғана қосылған шығар. Мектептің өзінде ішінара тағы да тегін кружоктар беріп жатыр екен. Мен соған тоже қызымды жазып қойдым. Бірақ бізде волейболға қызым енді ақылы түрде барады. Одан бөлек бізде балаларым басқа да нелерге барады, суретке барады. Олдың бәрі тегін барады. Әр балаға бір кружоктар тегін мемлекеттің тарапынан берілген сондай бір әртүрлі шахмат болсын, сурет болсын, қосымша би болсын, гимнастика болсын, сондайларға тіркеп қойға болады. Менің қыздарым сол тіркеулі тұр. Биге, гимнастикаға, сосын суретке, осы 3 қызым. Көп балалы ана есебінде мен 64 мың теңге ай сайын көмек аламын. Енді қосымша бізде жәрдемақы беріледі, пособие мемлекет тарапынан беріледі. Бірақ бұл енді біздің основной табысымыз емес. Әрине, бұл қосымша көмек ретінде жүреді. Өзіміздің основной табысымыз, енді ол біздің жолдасым өзі жұмыс жасайды, табыс табады, және мен осы кәсібім арқылы табыс тауып келе жатырмын. Бұл тек қана баланың өзінің майда шығындары болсын, нелерін болсын ғана жауып отырады. Тек қана мемлекетте қосымша көмек ретінде ғана алып отырмыз. Енді әрине ол үшін көп рахмет. Ас болсын сендерге, ас болсын. Балалар тасимын көбінесе, машинада жүрем. Вообще негізі өзім зарлем 18 жастан бастап. Қазір 35-тем жасым, 18 жастан бастап. Бізде әкем алып берді машина, әлі тұрмыста емеспін ғой. Сол жерден бастап менде права болды уже водительский. Менің жұмысым, кәсібім сол машинаны требовать етеді. Олсыз кішкене жұмысын қиындап қалады, сөзі шыны керек. Потому что біз закуп жасаймыз, выездтарға шығамыз. Әсіресе осы біздің салада машина өте қатты талап етеді. Сол себепті машинада жүреміз міндетті түрде. Біздің негізі бұл шағын компаниямыз негізі 3 түрлі қызмет атқарады. Ол біріншісі услуга выездного повара, бұрыннан бір келе жатқан қызметіміз. Екіншісі услуга на вынос, яғни клиенттер тапсырыс береді, жеткізіп береміз курьермен, болмаса өздері алып кетеді. Үшінші услуга банкет под ключ, яғни ол кезде біздің продукты бәрі бізден болады. Өзіміз закуп жасаймыз, өзіміз өшеді жасаймыз, услуга повара бәрі сол бағаға кіреді. Осы жақында грантқа тапсырған болатым 400 МРП-ге. Ол 1,5 миллион атамекен біздің еңбек несі арқылы берілетіне. Енді бұйырса тағы да осы кәсібім арқылы, әйелдердің дамыту кәсібі арқылы мен тағы да бір грантқа бердім. Сосын соған да тапсырып көрдім. Бұйырса енді алдағы уақытта күтеміз жауабын қалай болатынын. Ол да бір мемлекетте бұл қайтарымсыз грант есебінде. Негізі мемлекеттен қарап отырсан, өте шынымен де расымен көмектер өте көп беріледі. Оны жоққа шығармаймын, оны жақсы дұрыс бағытта пайдалануды білу керек. Яғни, обращаться надо, бару керек, жүру керек, білу керек, акиматтарға бару керек. Негізі біз барсақ, әрекет етсек, біраз көмек алуға болады. Енді оны жоққа шығармаймын, әрине ол нәрсе бар. Өзім де соған әрекет жасап жатырмын. Өте қатты қажет, потому что біз кәсіпті мен мысалы қазіргі таңда үлкейту үшін маған көптеген оборудованиялар керек, жаңа оборудование керек, профессиональный оборудованиялар керек. Мысалы сол ол жоқ менде, оны сол масштабироваться дедім ғой, менің мақсатым соны іске асыру үшін сол себепті ол мемлекеттен міндетті түрде көмек керек, потому что біздің тауып жатқан ақшамыз, табысымыз, оны бәрін обеспечить яғни оны жеткізу жетпейді. Әйелдер кәсіпкерлігіне деп бөліп мысалы беріп жатады, акцент беріп жатады, именно многодетныйларға деп мысалы именно 400 МРП ол сол берілетін грант әйелдерге, именно көп балалы аналарға болсын, көп балалы ата-аналар дейікші, соларға берілетін сол категория, яғни
жана инвалиди бар, өзүнүн категориясы бар. Яғни ол барлығына әрине берілмейді, өзінің категориясына қарай, соған қарап берілетін көмек ол, мемлекеттен берілетін. Ол енді міндетті түрде жақсы егер берілсе, әрине ол үлкен кәдімгідей септігі тиеді. Кәсіптің дамып кетуіне, кәсіпке жаңағы масштабқа қосымша жұмыскерлерді алуға, ол да біздің халықтың әл-ауқатын негізі көтереді. Бәрі бір-бірімен енді связано ғой. Грант алғандар бар, менің ортамда бар, аспаздар да бар, естуім бар. Жақсы жұмысын істеп кетті, өздерінің жаңағы талабы бойынша, потому что именно бұл есеп нақты жаңағы 400 МРП-ға тоқталатын болсақ, ол жерде талаптар өте қатал, өйткені берілген кезінде өзінің отчеттары болады, бір жылда 4 рет отчет тапсыру керек дейді, потому что бұл жерде енді халық жаңағы алдап кету болсын, басқа да болсын мүмкін емес. Мақсатқа алынғаннан кейін, сол мақсатқа алынса ақша, сол мақсатқа жұмсалу керек деп ойлаймын өзім басым. Өзімді 5 жылдан кейін үлкен бір кәсіпкер әйел ретінде санаймын. Енді көремін, Құдай қаласа, жаңа өзім алда айтып кеткен мақсатым бойынша сол мақсатқа жетуіме тырысатын боламын. Әйел бақытты кәсіпкер, бақытты ана ретінде көретін боламын өзімді 5 жылдан кейін.